Жан тұрмысының түзу болу шарттары. Жан тәрбиесін жан көріністерінен түзу сау болу үшін нерв системасының сау болу шарт. Нерв системасы. Жан тұрмысын жарыққа шығаратын жан мен дене арасында тіл қатшы болады. Құрал жан мен денені бір-біріне байлайтын байлам нерв системасы деп аталады. Нерв системасы екі бөлімнен тұрады. Бірінші орда бөлім, ми жұлыны және бұтақ бөлімі, немесе перифериясы. Нерв системасының бірінің түрі бастағы миы. Мидан 12 егіз нерв шығады. Бұл нервалар мидан шығысымен бұтақтанады, одан соң бір-біріне қосылады, бір-бірімен тоқылады. Барып тағы бұтақталып денеге жайылады. Бұлардың кейбіреулері теріге барып бітеді, кейбіреулері сыртына шығып шығармақталып, құрал болып, аппарат болып бітеді. Нерв системасының қызметі. Нерв системасының ағасы ми жанның құралы. Жан ми арқылы сыртқы дүниеде және өз денесіне не болып жатқанын біледі. Миды жұмсап жан денені қозғайды. Егер ми зағып болса, я зиянданса, адамның жан тұрмысы дұрыс болмайды. Мидың белгілі бір жері зиянданса, адамның қол-аяқ қозғалмай қалады, яғни паралич болады. Мұны біздің қазақ пері соққан дейді. Немесе тілі кеңірдегі сау болып тұрса да, сөйлей алмай тілсіз болып қалады, яғни афазия ауруы пайда болады. Ал енді мидан шығатын нервалар телеграмның сымы сияқты мидан денеге, денеден миға бұйрық тасиды. Бұл нервалар қызметтеріне қарай бекке бөлінеді. Біреулері әсерді сыртқы дүниеден, немесе денеден ордаға, миға алып барады. Бұл нервалар сезу нервалары, немесе ордаға ұмтылатын нервалар деп аталады. Бұл нервалар арқылы бізді салқын, жылылық, жарық, дауыс, сықылды, сыртқы дүние көріністерін білеміз. Ал енді біреулері әсерді ордадан нерв ұшына алып барады. Бұлар қозғау нервалары, немесе ордадан қашатын нервалар деп аталады. Бұл нервалар арқылы біз қол, аяқ, бар денемізді қозғаймыз. Егерде бір мүшенің сезу нервалары кесілсе, мысал саусақтың, ол уақытта саусақ еш нәрсені сезбейтін болады. Егерде мысал саусақтың қозғау нервалары кесілсе, ол уақытта саусақ тіпті қозғалмай қалады. Нерв системасының саулығын сақтау. Жоғарыда айтылғаннан нерв системасының қандай нәзік және қандай қымбат зат екендігін ашық көрініп тұр. Олай болса, жалпы нерв системасын, әсіресе миды сау қылып ұстап, оған зиян келтірмеске керек. Мысалы, балаға миына зақым келтіретін ойын ойнатуға жарамайды, және баланы басқа ауруға жарамайды. Балаға насыбай атқызуға, шылым тартқызуға болмайды. Біздің қазақтың кейбір атқа мінгендерін жап-жас баласына шылым тартқызып, қарағымның аузынан түтінді пәледен төредей шығаруын қараш, деп қарқ-қарқ күліп мәз болатындар бар. Мұның надандық есерлік екендігіне не сөз бар? Балаға алкоголь, яғни мас қылатын арақ тұқымды нәрселерді ішкізудің дұрыс еместігі өз-өзінен белгілі тұр. Нерв системасын өсіру және берік қылу. Нерв системасын сау болу керектігі сықылды, оның дұрыс өсуі және берік болуы да керек. Бар дененің өсуінің шарты денедегі тек жатқызбай жұмыс қылдыр болса, нерв системасының жақсы өсуінің және берік болуының шарты да сол. Нерв системасына әсіресе миға істететін жұмысы сол мидың өсу дәуірлеріне тура келетін болсын. Есте болсын, адамның бар денесі бастап кезде өсуді ғана біледі. Біраздан қозғалымпаз және сезімпаз болады. Алғая келе ғана адамда есті тұрмыс басталады. Сондықтан балаға бастапқы кезде оның сыртқы сезімдерін ұлғайтатын және дене мүшелерін көп қозғалтатын жұмыстар істету керек. Сурет салдыру, жабыстыру, балшықтан түрлі заттар жасау, қол еңбегі және гимнастика сықылды. Мұнан соң бала өсе келе оның істейтін жұмыстарын да тереңдете беру керек. Қысқасы, нерв системасының тәрбиесі дененің өсуіне қабысып отыруға тиісті. Белгілі жолдармен басқыштап тәрбие алған ми сау, өткір және талмайтын берік болады. Миын іскер қылып үйреткен адам қартайып бар денесі қаусап іске жарамай отырған күнде сау милы дұрыс ойлы болады. Ал енді жасында қылжың болсаң, өскенде мылжың боларсың деген мақал ып-ырас. Мидың қажу және оны тынықтыру. Ми дененің бір мүшесі, ол жұмыссыздықтан сықылды жұмыстан да қажиды. Қажыған соң тынығуды керек қылады. Миды бет алдына жұмсай беру күшін азайтады. Хатта оны паралич соғып, адам мисалам болып қалады. Денемен жұмыс қылсан да, мидың өзімен жұмыс қылсан да, мида бір у пайда болып отырады. Сол уды қан жуып әкетіп, миды тазартып отырады. Егер де жұмыс тым қатты болса, миға у тым көп жиналады да, қаным жуып алып кететін шамасы келмей қалып, нерв системасының бәрі уланады. Және миға қатты жұмыс істеткендіктен қан миға ұмтылып, өзге денеге ашығып қалады, әлсірейді, сола бастайды. Міне, осы себептен миға жұмыс қалдырғаннан кейін әр уақыт тынығып отыру керек. Тынығу екі түрлі болады. Не бір жолы жұмысты доғару, не болмаса жұмысты жаңарту. Жұмысты жаңартқанда, яғни бір жұмыстың орнына екінші жұмыс қылғанда адам тынығады. Мысалы, көру жұмысынан соң, яғни оқу, жазу,
есту жұмысына көшсе, әңгіме тыңдау бала әжептәуір тынып қалады. Әйткенмен бұл тынығу жұмысты бір жола доғарып тынығуға жетпейді. Әсіресе жас балаларды жиі жұмыссыз тынықтыру керек. Ал енді тынығу уақытында бала не қылады? Бұған жауап беру үшін мынаны білу керек. Бала қозғалмай отыра алмайды. Баланы ең қажытатын нәрсе тек отыру. Сондықтан баланы тынықтыру дегенде оны таза ауада ойнату, таза ауада гимнастика жасату деп ұғу керек. Ойын және гимнастика туралы алдымызда тағы сөз қозғарамыз. Жан көріністерін тап-тапқа бөлу. Жан көріністері қанша түрлі болғанмен, олардың түп мінездері бойынша 3 тапқа бөлуге болады. Білу немесе ақыл көріністері, ішкі сезім немесе көңіл көріністері және қайрат көріністері. Қазақтың данышпаны Абай бұл 3 тапта ақыл, жүрек, қайрат деп атайды. Біз бір заттың немесе көрінісінің сынын белгілейміз. Заттар немесе көріністері арасындағы байламды немесе айырманы табамыз. Бұл ақыл ісі. Біз қайғырамыз, қуанамыз. Бұл ішкі сезім ісі. Біз бір істі істемекші боламыз, бір мақсатқа жетпекші боламыз. Бұл қайрат ісі. Жан тұрмысының бірлігі. Адамның жан көріністері 3 тапқа бөлінгенімен, бұл 3 тап бір-біріне жуымайтын емес. Бұл таптардың арасында берік байлам бар. Яғни адамның жан тұрмысына бірлік бар. Екінші түрлі айтқанда, адам бір іс істегенде осы 3 тап жан көріністерін шеуде қатынасады. Мысалы, біздің бір саусағымыз ауырды. Сонда біз сол саусағымыздың ауырған сеземіз. Бұл ішкі сезім ісі. Саусақтың ауырған себебін тексереміз. Бұл ақыл ісі. Сол ауруды жеңілдетуге, бітіруге, жазуға ұмтыламыз. Бұл қайрат ісі. Ал енді адамның әрбір ісіне осы 3 тап жан көріністерін шеуде қатынасатын болғандықтан, сол ақыл, ішкі сезім, қайрат үшеуін бірдей тең тәрбие қылу тәрбиешінің міндеті. Бір адамның осы 3 тап жан көріністері тең болмай, біреу таразыны басып билеп кетсе, ол адам бақытты болмақ емес. Бұл туралы данышпан Абайдың төмендегі сөзі шын, дұрыс сөз. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды асық жүрек, тоқтаулылық талапты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласын елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жар еместі жақсы демек. Ақыл, ашуда жоқ, күлкіде жоқ, толап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Ақыл көріністері және жанның білуі. Әсерлену. Әсерлену ұғымы. Нерв системасы алып келген әсерді жанның ұғуы, аңдауы әсерлену деп аталады. Жан алдымен білімді осы әсерлену арқылы алады. Әсерлену көрінісі қалай болады? Әсерлену көрінісінің болуы былайша: сыртқы дүниеде бір зат біздің денемізге, яғни нерв ұшына, периферия нерваларына әсер қылады. Мысалы, дауыс құлақ нервасына әсер қылады. Осы әсерді нерв ордада нерваға, яғни миға алып барады. Ми осы келген әсермен әсерленеді, яғни мида бір аңдау пайда болады. Міне, осы нерв системасына алып келген әсері жанның аңдауы әсерлену деп аталады. Әсерлену көрінісінің болу шарттары. Жанның әсерлену көрінісі болу үшін төмендегі шарттар табылуы тиіс. Әсер білінгенде күшті болсын, яғни әсер тым әлсіз болса, немесе тым күшті болса, әсерлену болмайды. Мысалы, бетке шаң қонады, сол шаң беттегі нерв ұштарына әрине әсер бермей қоймайды. Бірақ бұдан әсерлену болмайды. Яғни жан бетке шаң қонған білмейді, аңдамайды. Бұның себебі әсердің тым әлсіз болғаны. Және әсер тым күшті болса да әсерлену болмайды. Мысалы, күшті дауыс құлағыңды тұндырады, шулатады. Бірақ одан жан дұрыс әсерлену ала алмайды. Екіншіден, бір әсерден соң екінші әсерге шейін белгілі бір уақыт өтсін. Яғни бір артынан бірі болған екі әсерден екі әсерлену болу үшін екі әсердің арасында белгілі бір өтуге тиісті. Мұның мәнісі мынау: сыртқы бір заттың нерваға берген әсер тоқтаған күнде де нерваның өз-өзінен біразға шейін қытығы басылмай тұрады. Сондықтан екінші әсер бірінші әсердің артынан іле-шала келсе, екі әсер қосылып кетіп, екеуінің де мінездері өзгереді. Мысалы, зырылдау қатты айналғанда бір дөңгелек болып қана көрінеді. Егер сол зырылдауды түрлі бояуға бояп зырылдатсақ, анау бояулардың бірі көрінбей, зырылдау сұр болып көрінеді. Үшіншіден, әсер миға барып жетсін және жан миға келген әсерге іскерлігін жұмсасын. Егер де әсер миға барып жетпесе, әсерлену болмайды. Мысалы, көру нервасын мидан айырсақ, жанда көру әсерлену болмайды. Және миға келген әсерге жанның әсерлігін жұмсау шарт. Бұлай болмаса, яғни жанның іскерлігі басқа затта отырса, жанда әсерлену болмайды. Мысалы, біз бір қызық кітап оқып, немесе қызу әңгімеге кіріп отырсақ, есіктен кірген адамды байқамаймыз. Әсерленудің іші, күші және тоны. Әсерленудің сын сипаты әсерленудің іші деп аталады. Яғни біз бір сыртқы сезім арқылы болатын әсерленуден екінші сыртқы сезім арқылы болатын әсерленуді айырамыз. Мысалы, бір дыбысты, түсті, иісті, дәмді бір-бірінен айырамыз.
және бір сезім арқылы болатын әсерленулерін де бірінен бірі айырамыз. Мысалы, қара нақтан, жусан иісін сасыр иісінен айырамыз. Түрлі сезім арқылы алынатын әсерленулердің, хатта бір сезім арқылы алынатын әсерленулердің арасында айырма зор. Зорлығы сонша, оларды бір-бірімен салыстыруға болмайды. Мысалы, бір қызыл түс пен тәтті дәм арасында, немесе жусан иісі мен адамның айғайы арасында қандай айырма барын, немесе қызыл түс пен сары түс арасында, тұзды дәм мен ащы дәм арасында қандай айырма барын айта алмаймыз. Себебі бұлардың салыстыруға мүмкін емес. Бір әсерленудің сынын білу үшін сол әсерленудің адам жанында болу шарт. Мысалы, тума соқырға түстің не екенін, тума санырға дыбыстың не екенін ұқтыра алмаймыз. Себебі олардың жаны дыбыстан, түстен әсерленіп көрген емес. Әсерлену көрінісінің дәрежесі әсерленудің күші деп аталады. Мысалы, біз ауыр салмақ пен жеңіл салмақты, қатты дыбыс пен ақырын дыбысты айырамыз. Әсерленудің күші сыртқы әсердің күшіне байланулы. Сыртқы әсер күшті болса, әсерлену де күшті болады. Бірақ әсерлену дәрежесінің артуы әсер дәрежесінің артуына ылғи тура келіп отырады. Яғни әсер бір есе күшейгенде, әсерлену де бір есе күшейіп, немесе әсер екі есе күшейгенде әсерлену де екі есе күшейіп отырмайды. Мысалы, бір қолға бір қадақ гір ұстап тұрып, тағы бір қадақ гір алсақ, салмақтың артқанын, яғни әсерленудің күшейгенін айқын сеземіз. Ал енді егер бір қолымызға бір пот гір ұстап тұрып, сол бір потқа бір қадақ гір қоссақ, онда салмақтың артқан тіпті сезбейміз. Күшею үшін әртүрлі әсерлену әсердің әртүрлі өсуін тілейді. Мысалы, салмақ және дыбыс әсерленулері күшею үшін әуелгі әсердің үстіне жаңадан сол әсердің өзінен үштен бірі қосылу шарт. Ал енді жарық әсерленулері күшею үшін, яғни күшейген сезілу үшін әсердің тағы 100-ден бірі қосылу шарт. Әсерленудің жұғымды және жұғымсыз болуы әсерленудің тоны деп аталады. Мысалы, дыбыс әсерлерінің жұғымды және жұғымсызы бар. Бақырған дауыс жұғымсыз, қоңырау жұғымды. Әсерленудің тоны көбінесе біздің денеміздің қандай күйде екенін көрсетеді. Дене сау болса, әсерлену жұғымды болады. Дене ауру болса, әсерлену жұғымсыз болады. Мысалы, ауру адамға еш нәрсе ұнамайды. Мысалы, жұғымды әсерленулер де оған ләззат бермейді. Кейбір аурулар тілінен бұрыш немесе насыбай салғанда, хатта аяғын кескенде аурудың не екенін сезбейді. Есі алған адам өз денесін өзі тас-талқан жараласа да ауруды білмейді. Әсерленулерді орындастыру немесе локализация. Әсерлену орда нервіда, мида, жұлында ғана болса да, денеміздің қай жеріне әсер болса, біз әсерленуді сол жерге алып барамыз. Мысалы, саусағымызды суық затқа тигізгенде суық саусаққа әсер бергендіктен біз суық әсерленуін саусаққа алып барып жапсырамыз. Яғни саусақ тоңды дейміз. Міне, осы әсер денеміздің қай жерінде болса, сол жерге әсерленуді орындастыру немесе локализация деп аталады. Перцепция және локализация. Әсерленуді туғызған себепті немесе затты табу перцепция деп аталады. Мысалы, біз бір саусағымызды шоққа баса алып күйдіріп алсақ, біздің жанымызда кию әсерлену пайда болады. Сол уақытта біз алдымен қай жерде әсерлену болған табамыз, локализация. Онан соң не себептен бұл әсерлену болғанын, яғни саусақты шоққа басып алғаннан мынау әсерленудің болғанын ойлап табамыз, перцепция. Аперцепция. Әсерленуді бұрынғы болған тәжірибелермен толықтыру аперцепция деп аталады. Мысалы, біз бір шағым қант көрсек, соның бір-ақ зат екендігі туралы әсерлену алып, осы әсерленуді бұрынғы тәжірибемен, яғни қанттың қаттылығы, тәттілігі және суға салғанда еритіндігін еске түсіріп толықтырамыз. Перцепция мен аперцепцияның арасындағы байлам мынандай: перцепция неғұрлым күшті болса, аперцепция сонша әлсіз болады. Керісінше, аперцепция неғұрлым күшті болса, перцепция сонша әлсіз болады. Мысалы, бір затты ең алғаш көргенде бізде перцепция күшті, көп көргенде аперцепция күшті. Ал енді аперцепция перцепцияны тіпті жеңіп кететін болса, уақытта адамда иллюзия, яғни сезім алдауы пайда болады. Иллюзия, елес. Болып тұрған әсерленуді бұрынғы әсерлену жеңіп кеткенде болатын сезім алдауы. Келе жатқан бір кісіні екінші біреу деп ойлап қалу, шілікті қасқыр деп білу, міне осылар иллюзия. Аристотель тәжірибесі, яғни орта саусақ пен сұқ саусақты айқастырып, ортаның сұқтың үстіне салып, екеуінің арасына бір домалақ нәрсені домалатқанда, әлгі бір домалақ нәрсені екі болып көрінуі, бұл да иллюзия. Екі қолымызға екі ыдыс алсақ, екеуі бір-біріне тіпті ұқсас болса, екеуі де бір нәрседен жасалған болса, екеуінің салмағы да бірдей болса, бірақ екеуінің зорлығы екі түрлі болса, осы екі ыдысты біз екі қолымызбен көтерсек, бізге зор ыдыс жеңіл көрінеді. Мұның себебі біз зор ыдыстың салмағы ауыр болатындығына әдеттенгенбіз. Зор ыдысты көтермекші болғанда, біз бұның салмағы ауыр ғой деп күшті көп даярладық. Бірақ күткенімізде күшіміз көп жұмсалмай қалды. Сондықтан зор ыдысты бізге жеңіл болып сезіліп отыр.
Міне, бұл да иллюзия. Бала әсерленулері мен ересек адам әсерленулері арасындағы айырма. Бала әсерленуі ересек адам әсерленулерінен көп айырылады. Бала әсерлерінің ішінде күшінде айырылмайды, және бала локализация, перцепция, апперцепцияда жасалмайды. Айталық, баланың қолы ауырады екен, бала құржылайды, тынышсызданады. Яғни балада ауру әсерлену болады, бірақ бұл әсерлену қай жерден болып тұр, оны білмейді. Яғни әсерленуге локализация жасалмайды, және осы аурудың не себептен болғанын білмейді. Яғни перцепция жасалмайды. Балада апперцепция жоқ, сондықтан қолын шоққа басып алады. Шырт ете түсіп, тағы апарып басады. Бұл әсерге бала бірте-бірте, әсіресе сипау және көру сезімдері арқылы үйренеді. Шоққа қолын көбірек басса, күйеу қолда болғанын, оны күйдірген шоқ екенін, шоқтың күйдіргендігін біледі. Әсерленуді бөлу. Барлық әсерленулер екіге бөлінеді: жалпы сезім немесе дене әсерленулері және сыртқы сезім әсерленулері. Жалпы сезім және дене әсерленулері. Дене әсерленулері денеміздің қандай күйде екенін білдіреді. Дене әсерленулерін былай көруге болады. Бірінші, ет әсерленулері. Кесіп, соғып алғанда, үйіп алғанда, шаршағанда, демалғанда болатын әсерленулер. Екінші, нерв әсерленулері. Нерван соғу және ауруы, саулық және жадырау әсерленулері. Үшінші, тамақтану және қан жүру әсерленулері. Ашығу, сусау, жүрек айну және жүрек ауырғанда болатын әсерленулері. Төртінші, демалу әсерленулері. Тұншыққанда, жөтелгенде, таза ауа шыққанда болатын әсерленулер. Бесінші, жылылық, суықтық әсерленулер. Бұл дене әсерленулерінің адамның дене тұрмысына болмаса, білу ақыл тұрмысына артық пайдасы жоқ. Бірақ бұлардың дұрыс тәрбиеленуі адамның ақыл тұрмысына әжептәуір әсер береді. Мысалы, ерке болып тым бетімен өскен бала дене тұрмысы кішкене ғана бұзылса да, айталық, бір жеріне бір нәрсе тиіп келсе де, кішкене жөтелсе де, жылап, тынышсызданып, мазаны алады. Бұл дене әсерленулерінің жақсы тәрбие алмағандығынан. Сыртқы сезім әсерленулері. Сыртқы сезім алтау: көру, есту, иіскеу, тату, сипау, ет сезімі. Осы алты сезім бізді сыртқы заттармен таныстырады, яғни олардан түсі, түрі, дәмі, иісі және басқа сындарымен адам жанында түрлі білімді осы алты сезім береді. Олар түгел болмаса, адамның жан тұрмысы түгел болмақ емес. Бұл алтаудың ішінде адамның жаны үшін аса қымбаттары көру мен есту. Олардан соңғы сипау. Сипау ет сезімі. Ал енді иіскеу мен тату сезімі жан тұрмысы үшін аса қымбат сезімдер емес, бұлар көбінесе дене тұрмысына қызмет қылады. Сыртқы сезімдерді тәрбие қылу. Сыртқы сезім адам жан тұрмысы үшін аса қымбатты болғандықтан, баланың бұл сезімдерін аса жақсы тәрбие қылу керек. Бірінші, бұл сезімдердің сау және берік болуына, екінші, бұл сезімдердің өткір, терең, дұрыс болуына еждихат қылу керек. Және бұл сезімдерді тең тәрбие қылу керек. Олардың біреулері жақсы тәрбие қылынып, біреулері нашар тәрбие қылынса, жан тұрмысына тегіс бүтін болмақ емес. Онда да кетік кемік болмады. Енді сыртқы сезімді жеке-жеке тексерейік. Көру. Көру құралы көз. Көз ұясы деп аталған шұңқырдың арт жағында мидан көру нервалары келіп будақтанады. Сыртқы дүниеден бір зат немесе бір көрініс көру нерваларына әсер береді. Нервалар бұл әсерді миға алып барып, миды оятады. Мидан әсерлі жан қабыл қылып алып, жанда көру әсерленуі болады. Таза көру әсерленулері екеу: жарық әсерленулері және түс әсерленулері. Бұлардан басқа тағы екі әсерлену бар: заттың қозғалысы және түрінен әсерлену. Екінші түрлі айтқанда, зорлық және қашықтық әсерленулері ұзақ тәжірибелерден соң ғана болады. Бұл сөздің дәлелі мынау: тума соқыр адам операция жасап, доктор көзін ашып жібергенде заттардың түрін айырмайды дейді. Яғни, мысал, заттардың қайсысы домалақ, қайсысы төртбұрышты екенін айырмасы керек. Және көзі ашылған тума соқыр заттардың қашықтығын да айырмайды дейді. Яғни, заттардың бәрі көзге жап-жақын тұрғандай, аяқ аттаса соғып қалатындай көрінсе керек. Тегінде жас балада бастап кезде осы көзі жаны ашылған тума соқыр сықылды болатын шығар-ау. Баланың көру әсерлері. Баланың көру сезімі бірте-бірте көп тәжірибелері арқылы ғана ұлғаяды. Бастапқы кезде баланың көзі тіпті көрмейді деуге болады. Жаңа туған баланың көзіне жақындатып бір затты алып барсам, бала кірпігінде қақпайды. Тегінде баланың ұзақ уақыт кірпік қақпауы көрмегендіктен. Жұмыс қылған дене шаршай ма? Қажи ма? Әрине жоқ. Бала ең алдымен жарықты көреді, шамға қарайды. Шамды жүргізсең, шамға еріп көзін жүргізеді. Бірақ балада екі көзбен бір жерге қарау тез болмайды. Баланың бір көзі бір затқа қарағанда, екінші көзі екінші затқа қарап отырады. Немесе бас бір жаққа бұрылғанда, көзі екінші жаққа қарап отырады. Үшінші айға қарағанда бала екі көзімен бір жерге қарай алады. Және бала бастапқы кезде көзін белеп, өзі тілеп бір затқа қарай алмайды.
Баланың көзін билеп, өзі тілеп қарау бастауы 2-ші айда басталады. Ал енді 3-ші, 4-ші айда бала бақылап қарауға үйрене бастайды. Бұл уақыттың баланың барысы заттардың түсін және түрін айыру болады. 3 жасқа шейін бала түстерді төмендегі тәртіппен айырып үйренеді. Сары, қызыл, қызыл күрең, қара, ала қызыл, сұр, жасыл, көк. Түр айыру қиынырақ болғандықтан заттардың түрін бала кеш айырады. Әйел бала түстерді, ер бала түрлерді тезірек айырады деседі. Ал енді заттардың қашықтығын айыру балаға өте қиын жұмыс. 6 айға толған бала да кішкене саусақтарын жиып алам деп айға ұмтылады. Бала заттардың қашықтығын көп тәжірибелерден соң ғана айыра бастайды. 2 жасқа қарағанда бала кәдімгідей көретін болады. Көру, сезім тәрбие қылу. Көру, сезім тәрбие қылу дегенде алдымен көзді зиянды нәрселерден сақтау деп ұғу керек. Көзге шаң, түтін тигізбеу, көзді әлсін-әлсін жуып тұру, мылық саусақпен ұстамау, уқаламау, шағылыстыратындай жарыққа қаратпау, қараңғыдан жарыққа кене шығармау керек. Және балаға нәрсені тым жақын алып келіп қайратпау тиіс. Көзбен нәрсенің арасы 5-10 дюймнен жақын болмасын. Жақын қаратып әдеттендірсең, бала сығыр, близоруки болады. Яғни сығалап қарамаса көрмейтін болады. Баланың нәрсеге түзу қаратпай, қисық қарату да зиянды. Баланың жүре алмай қалуысынан. Көру сезімі жақсы тәрбие қылу үшін көзді зияннан сақтау ғана жетпейді. Бәлкім, көру сезімінің күшті болуына күш жұмсау керек. Біз жоғарыдағы сөзден білдік, бала тұрды, отырды және қашықтықты кеш айыратын көрінеді. Міне, тәрбиеші балада осы әсерленулердің дұрыс оянуына көмек көрсету керек. Яғни ояну үшін түрлі түсті доп, түрлі түсті қағаз және ағаш беру мақұл. Бұлармен бала түстерді айырып үйренеді. Ал енді заттардың түрлерін айырып үйрену үшін балаға түрлі зорлықта және түрлі қағаз және ағаш беріп, қағаздан түрлі зорлықта түрлі түрде кескізіп үйрету керек. Көру сезімінің күшеюі ұлғаю үшін ең пайдалы нәрсе балаға сурет салғызу. Сурет салғызу баланың көру сезімін ұлғайту үстінде әдемілік сезімін де ұлғайтады. Көру сезімі жан тұрмысына керектігі. Сыртқы алты сезім ішінде жан үшін ең қымбатты осы көру сезімі. Жанымызда болатын барлық әсерленулердің екінші түрде айтқанда біз барлық білімнің 4 жөні үшін осы көру сезімі арқылы аламыз. Басқа сезімдер арқылы алатын білімдерді, әсерленулерді көру арқылы анықтауға ұмтыламыз. Мысалы, бір дыбыс естісек, сол дыбыс шығарған затты көргіміз келеді. Жазбада басқа сезімдерді жабайы өтірікші көреміз. Көзбен көрмеген соң қойшы дейміз. Адамның әдемілік сезімі ұлғаюында көру сезімі көп көмек көрсетеді. Әдемі төс, әдемі түр, жаратылыстың сұлу заттары, сұлу көріністері адамның әдемілік сезімдерін тереңдетпей қоймайды. Есту сезімі. Есту сезім құралы құлақ. Мидан шығып құлақта есту нервалары бұтақтанған. Бір дыбыс осы есту нерваларына әсер етеді. Әсерден нервалар миға алып барып, оны оятып, мидан жан қабыл алып, жанды есту әсерлену болады. Есту әсерленулері 2 топқа бөлінеді: шу және дыбыс. Белгілі бір тәртіп шыққан түрлі дыбыс жиынтығы шу деп аталады. Желдің зуылы, судың сылдыры, жапырақтың сыбдыры, күннің күркіреуі сықылды. Ал енді белгілі бір тәртіппен шыққан түрлі дыбыс жиынтығы тура дыбыс деп, яғни музыкалық тон деп аталады. Әннің әуені, домбыраның, қобыздың үні, адамның сөзі сықылды. Адам сөзі азғантай ғана негізгі дыбыстардан, яғни сол дыбыстардың бір-бірімен азғантай негізгі дыбыстардың, яғни сол дыбыстардың бір-бірімен бір олай, бір былай қосылуынан тұрады. Қазақ сөзі 24 дыбыстан тұрады. Баланың есту әсерленулері. Бастап кезде бала тіпті естімейді десе болады. Мысалы, жаңа туған баланың бесік жанында айғай салып сөйлесең де оянбайды. Баланың есту сезімі 2-ші, 3-ші жетіде біліне бастайды. 4-ші жетіде бала күшті дыбысқа селт етпесе, оны мақау болғандығы. 3-ші, 4-ші аптада балаға бесік жыры әжептәуір әсер береді. Бұл уақытта бала дыбыстың жұмсақ, қоңырын, қатты, тынышсызын айыратын болады. 4-5 аптада бала дыбыстың қайдан шыққанын біліп, дыбыс шыққан жаққа бұрылатын болады. 6 аптада дыбысты өзі тілеп тыңдайды. 1 жылдың аяғында дыбыстарды түгел айырып, сөздерді ұғып, қатты сөйлеудің тонын, ыңғайында, ашулы сөз, жай сөз байқай алады. 2 жасқа қарағанда бала сөз дыбыстарын өзі айта алатын болады. Есту сезім тәрбие қылу. Баланы есту сезім тәрбие қылу алдымен оның құлағын түрлі зияннан сақтау деген сөз. Мысалы, баланы қисық, яғни ең кете ұстау жарамайды. Себебі басқа шапшаңған құлаққа зиян келтіреді. Қатты дыбыс, құлаққа суық тигізу, шомылдырғанда су жіберу жарамайды. Құлақ қағып немесе басқа түрлі баланың құлағы ауыра бастаса, тез докторға емдету керек. Надан алдауыш дәрігерге емес, ғылым иесі дәрігерге. Әсіресе қызылшадан соң баланың құлағы ауырымпаз болады. Қысқасы, ауру білінсе емдету керек. Баланың құлағын зияннан сақтаумен бірге баланың сақ құлақ болуына да көмек көрсету керек.
Құлақтың сақ, естімпаз болу үшін баланың түрлі дыбысты ести беруі шарт. Сондықтан ана баланың жанында ешбір уақытта үндемей отырмау керек. Дұрыс, ол анасының сөзін ұқпайды, әйткенмен де әдеттене берсін. Біз айтпайық, баласы еш нәрсені ұқпаса да, баласын шын сүйген ана баласын айналып толғанып жатады ғой. Қысқасы, балаға қандай да болса дыбыс естіртпей қою дұрыс емес. Бала жансыз заттардан шығатын шуды, судың сылдырын, жібектің судырын, шөптің сыбдырын, темірдің қаңғырын және жанды нәрселерден шығатын дыбыстарды, жылқының кісінеуін, қойдың маңырауын, мысықтың мияуын, құстың шырылын ести берсін. Бала малдың дыбысына еліктегіш болады. Бала қожаққанша маңырайым деп әуре болып жатады. Баланы есту сезімін ілгерілету үшін музыка құралдарын үнін естірте беру керек. Домбыраға түрлі күй тартып отырсан, алдына отырған бала тырс етпей шын ынтасымен тыңдап отырмай ма? Баланы есту сезіміне аса көп әсер беретін бесік жыры. Баланы қолына алған, баланың бесік жанына келген, ана аузына тас салғанда үндемей отырмасын, жырлай берсін. Бала сөзін ұқпаса да күйінен әсерленеді. Жас бала қазақтың әлде ақбөпем деп басталатын бесік жырын жырлау керек. Бұл жырдың сөзі де күйі де тәтті. Біраз естіген бала жырлау үшін қазақ әйелі төмендегі бесік жырмен танысса игі болар еді. Күнім айым еркетайым бөлейін енді, тыста дауыл жатқан ауыл ұйқыңда келді. Жұмсақ бесік жылы төсек жата ғой қозым, әлде бөпем ұйықтажым көзім. Әлде бөпем шақтар қозылақтар бәрі ұйқыда. Сен жұлдызым, сен көз нұрым, кір тәтті ұйқыға. Саяжаным, балапаным, соқса дауыл жел, болмаған сүйген анаң сақтар анық біл. Сәулем еркем, күні ертең боларсың сен. Есту сезім жан тұрмысына керектігі. Адамның дыбысы жан тұрмысына байлаулы. Жан шат болса дауысты шат шығады, жан күңгірт болса дауысты күңгірт. Жанның терең түкпірінде жатқан ойларды, жүректің жеті қабат астында жатқан ыстық сырларды ашып, шешіп беретін адам сөзінен дүниеде не қымбат нәрсе бар? Міне, бізді адамның жанымен шын табыстыратын нәрсе осы есту сезімі. Бізді сыртқы жаратылыспен таныстыратын да осы есту сезімі. Біз егер жануардың шулауы, күннің күркіреуі, судың сылдыры сықылды жаратылыстың түрлі үнін естімесек, жаратылыс бізге жансыз, мылқа болып көрінеді. Есту сезімі адамның көру сезіміне де көп көмек көрсетеді. Көз нәрсенің сыртын көреді, құлақ бізге бір заттың ішін, жанын шешіп береді. Грек данышпаны Сократ алдында тұрған кісіге: «Қане, сөйлеш, мен сені көрейін», деді екен. Мылқауға қарағанда тума соқырдың ақылды, құлықты болу және оның жанының жүрегін жұмсақ, нәзік болу осыдан. Адамның әдемілікті сүю сезімде тереңдейтін де осы сүю сезімі. Әдемі ән, сұлу күй, бойды белеп, денені балқытып, адамға тірек терең ой салмай ма? Құлақтан кіріп бойдалар, тәтті ән менен мұңды күй. Жүрекке терең ой салар, әнді сүйсен менше сүй, дейді абай. Күй адам жан белгілі бір күйге түсіреді. Шат күй шаттықта, мұңды күй мұңға батырады. Кісі өлгенде өлім күйі, тойда қуаныш күйі, соғыста адам есаландырып көтеріп жіберетін соғыс күйі ойнауының мәнісі осы. Грек елінде бір әдемі ертегі бар. Орфей деген күйші күймен, әнмен тағы аңдарды ұйытып алады екен. Қазақтың әдемі ертегісінде Қорқыт қайда барса да алдынан кезіге беретін көрден,
яғни жанның жеген өлім туралы ойдан құтылам деп тоқтаусыз қобыз тартатын болыпты. Қысқасы, баланың жаны кетік болмай бүтін болсын десе, тәрбиеші баланы әннен, жырдан, музыкадан қашырмасын. Сипау сезімі. Сипау сезімі құралы адамның терісі, мидан және жұлыннан шығып, сипау нервалар теріге келіп бұтақтанады. Сипау нерваларын көп жиылған жері қол. Қол болғанда саусақтардың ішкі жағы, бас терісі, мұнан соң алақан, тілдің ұшы, ерін, мұрынның ұшы, саусақтардың сыртқы жағы, табан және жақ терісі. Сипау сезімінің әлсіз жері арқы. Сипау сезімі арқылы біз заттардың үстін, яғни қаттылығын, тегістігін, бұдырлығын, өткірлігін, топастығын, және ыстықтығын, жылылығын, суықтығын білеміз. Баланың сипау сезімінде жақсы тәрбие қылудың керектігінде дау жоқ. Сипау сезімінде тәрбие қылу үшін алдымен сипау сезімінің құралы теріні түрлі зияннан сақтау керек. Теріні кір басып кетсе, сипау сезімі топас болып қалады. Екінші, балаға түрлі нәрсе беру керек. Сипау сезімі тәрбие алса тіпті өткір болады. Мысалы, кассада отырған адамдар саусағымен бір сипап жіберіп, қағаз ақшаның асылы мен жасығын айыра қояды. Соқырлар қолымен ақшаларды және жазылған қағаз бен жай қағазды айыра біледі. Сипау сезімі адам қымбаттығы сонша, адамның көрген я естіген нәрсесін ұстап көргісі келмей қоймайды. Ет сезімі. Ет сезімінің құралы терінің астындағы ет. Етке келіп тараған қозғау нервалары бар. Ет сезімі арқылы біз өз денеміздің қандай халде екенін, яғни қозғалып тұр ма, тек тұр ма, қозғалғанда қалай қозғалып тұр, тек тұрғанда қалай тек тұр, міне осыны білеміз. Бұл бір. Екінші, ет сезімі арқылы түрлі заттардың салмағын білеміз. Баланың еті оның ойынымен, секіру, жүгірумен өседі және бекейді. Сондықтан баланың еті жақсы өсіп берік болсын деген тәрбиеші баланы ойыннан қыспау керек. Ал енді бала мектепте кіріп сабақ оқи бастағанда оған әлсін гимнастика жасату керек. Бірақ гимнастиканың шарттары бар. Сол шарттар табылмаса, гимнастикадан пайда орнынан зиян шығады. Мысалы, гимнастика лайықты киімде, таза ауада өткізілсін. Әсіресе гимнастика бір міндетті сықылды, сабақ сықылды болмасын. Бұндай гимнастикадан бала безіп кетеді. Ет сезімі адамның жан тұрмысы үшін, яғни адамның білімін арттыруына көмек көрсетеді. Біздің сыртқы дүниедегі заттар туралы толық білімді болуымызға осы ет сезімі себепші. Заттардың түрін және салмағын біз осы сезім арқылы білеміз. Иіскеу және тату сезімдері. Иіскеу сезімінің құралы танаудың терісі. Сол теріде иіскеу нервалары бар. Ауада ұшып жүрген иіс сол нерваларды қытықтап, одан әсер миға барады. Иістің арнап қойған аттары жоқ. Иіс не заттан шықса, сол заттың атымен жүргізіледі. Мысалы, сасыр, жұпардың иісі деген сықылды. Тату сезімнің құралы тілдің үсті. Сол тілдің үстіне тату нервалар тараған. Негізгі дәмдер мыналар: тәтті, қышқыл, ащы, тұзды, тұщы. Иіскеу және тату сезімдері адамның жан тұрмысы үшін аса қымбат сезімдер емес. Бұлар денемізге қызмет қылатын сезімдер. Бұл сезімдер басқа ішкі сезімдерді оятуға ұста болады. Мысалы, жақын адам есі сіңген бір нәрсені ескесең, әлгі адамның есіне түсе қалады. Жас бала қолына түскен нәрсенің бәрін аузына апарып салады. Мұның себебі балада ең алдымен оянатын осы тату сезімі. Бала қолына түскен нәрсені татып білмекші болады. Бала татудан оянатын сезім сипау, біраздан кейін көру және есту. Бәрінен соң иіскеу сезімі оянады.